Таразда 90-ға жуығана алтын және күміс алқа төсбелгілерімен марапатталды. Алтын құрсақты көп балалы нәзік жандыларды қала басшысы Бақытжан Орынбеков қабылдады. Демографияның дамуына үлес қосып жүрген аналарға осылайша сый құрмет көрсетілді. Әр салада еңбек ететін нәзік жандылар өз ризашылықтарын да жеткізді. Айта кету керек, 2010 жылдан бері 2753 көп балалы ана алтын алқа алса, 2516-сы күміс алқа иегері атанған. Мереке қарсаңында мемлекет басшысының жарлығымен бүгін тағы да 27 азаматша алтын, 60-сы күміс төсбелгілерді тағында. Қазақ данағалық тегін айтпаған ғой. Әлемнің тұтқасы, айнасы ана мерейлі бала дейді. Сондай мерейлі балаларды өмірге алып келіп, соларды тәрбиелеп, соларды өмірге емдеп, мынау елім тек қана бала тәрбиесі емес, еліміздің дамуына осындай үлес қосып отқан осы құрметті аналар сіздерсіздер. Сондықтан да сіздер қандай құрмет болса да, қандай марапат болса да, сіздер лайықсыз деп ойлаймын. Сондықтан да мынау келген мерекелеріңіз құтты болсын, жаңа жылдарыңыз, отбасыларыңызға амандық, дентеріңізге саулық, бастарыңызға осындай жастар қосыла берсін.